13-ші сабақ жұп тақтылыққа берілген есептер. Бірінші есеп. Егер а қосылған бір жұп сан болса, онда төмендегі сандарының ішінен тақ емес санды тап деп тұр. Тақ емес санды тап десе, біз жұп санды анықтайтын боламыз. Яғни біз мынаның ішінен жұп табуымыз керек деген сөз. А қосылған бір жұп сан болса дейді. А қосылған бір жұп сан болса деген сөз, демек біздің А дегеніміздің өзін тауып алайық. А тақ па, жұп па деген. А бізде тақ болады. Себебі нәтижесі жұп болу керек. Мысалы 5 болса 5 қосылған бір 6 болып кетеді. 7 болса 8 болып кетеді. Демек бізде А тақ сан деген сөз. Аның өзі тақ сан. А жұп сан бола алмайды. Себебі жұп санға қосатын болсаңыздар, мынау керісінше таққа ауысып кетеді. Ал тақ сан мен тақ санды қосыңыз жұп санды береді. Демек А дегеніміз тақ сан деген сөз. Енді бұл есепті шығару барысында бізде көптеген есептер оқушылар, яғни А-ның орнына, Б-ның орнына мәндер қойып жатады. Олай да анықтауға болады негізі тест мәнінде. Болмаса ережеге сүйеніп отырып тапсаңыздар да болады. Ережеге сүйеніп отырып А есебін тауып көрейік. А қосылған бірдің квадраты. А қосылған бір деген жұп сан деп айтты. Демек жұп санды квадраттау керек. Жұп санның квадраты ол міндетті түрде жұп сан болады. Мысалы 4-тің квадраты 16, 2-нің квадраты 4. Яғни әрдайым жұп сан шығады. Ал жұп саннан азайтамын 1-ді, ол тақ сан шығады. Демек мына есептің жауабы не болады? Тақ болады. А бізге тақ емес, яғни жұп тап деп айтты, сондықтан А жауабы емес. А, Б жауабы тек қана А деп жазған екен. А дегеніміз біздің не болды? Ол тақ болып кетті. Енді мына есептен бастап, жаңағыдай А-ның орнына мәндер қойып анықтауға болады. Олай болатын болса, А дегеніміз тақ сан, ол 3 деп айтсақ болады. 1 деп айтса да болады, негізі 3 деп айтып көре берейік енді. 3 бола берсін А дегеніміз. 4 көбейтілген 3, яғни 12. 12-ден 3 аламыз, 9. Ал бізге 9-дың кубын сұрап тұр. Кез келген тақ санды квадраттасаңыздар немесе кубтасаңыздар міндетті түрде тақ сан шығады. Себебі 9-дың кубы ол 729, аяқ жақ 9-мен аяқталды. Демек бұл да тақ деген сөз. А тең 3 болған кезде тағы да іздейміз арада. 3-тің кубы, яғни 27, 27-ге 4-ті қосатын болсаңыздар 31. Демек тағы да тақ сан шығады. Ал 3-ті әкеп мына жаққа қоятын болсаңыздар -2. Таңбасына қарамаған жағдайда 2 шықты мынау. Демек жұп сан. Мынау жұп сан. Болмаса А-ның орнына кез келген санды айта беруге болады деп айттым ғой. Жұп саннан, тақ саннан тақ санды алатын болсаңыздар міндетті түрде жұп сан шығады. Мысалы 11 дейік шал. 11 алынған 5, 6 шығады. 13 алынған 5, тағы да жұп сан шығады. Демек есептің жауабы Е жауабы. 2022 натурал санның қосындысы тақ сан. Олардың көбейтіндісі тақ сандар ма, әлде жұп сандар ма деп сұраған екен. Қандай да бір сандар бір-бірімен қосылып жатыр, бірақ барлығы қанша сан? 2022 сан болады. Осылардың қосындысы тақ сан, аяқ жағы тақ болып келген екен. Аяқ жағы 5 деп айта салайық. Тақ санмен аяқталды. Демек, осы сандардың көбейтіндісі дейді. Яғни осылардың бәрін бір-біріне көбейтеміз. А көбейтілген, Б көбейтілген, С көбейтілген. Қайтадан 2022 рет көбейтіп шықтық. 2022 сан 2022 рет көбейтілді. Нәтижесінде аяқ жағы тақ па немесе жұп па деп сұраған екен. Осыны анықтауымыз керек. Енді қараңыз. Барлық тақ сандардың қосындысы не болады? Натурал санның қосындысы тақ сан дейді. Мыналардың барлығы тақ сан деп ойлайық. Тақ сан деп ойлайтын болсақ, таққа тақты қосамыз не болады? Жұп болып кетеді. Барлық тақ сандардың қосындысы жұп болып кетеді. Ал бізде нәтижесінде тақ сан шығып тұр. Демек, мынаның құрамында кем дегенде бір жұп сан бар. Кем дегенде бір жұп сан бар бізде. Мынаның ішінде. Кем дегенде бір жұп сан бар. Демек, оларды көбейтіп келе жатамыз. Тағы да соларды бір-бірімен көбейтіп келе жатамыз. Енді тақ сандардың көбейтіндісі тақ сан шығады. Мысалы, қараңыз. 3 пен 5-тің көбейтіндісі 15, 1 мен 3-тің көбейтіндісі 3, 9 мен 3-тің көбейтіндісі 27. Тақ сан болып келе жатады. Ішінде бірақ кем дегенде бір не бар? Жұп сан бар. Тақ сандардың бәрі көбейтіліп бітеді да, бір жұп санға көбейтіледі да, нәтижесі міндетті түрде жұпқа ауысып кетеді. Яғни біздің жауабымыз жұп сан. Жұп па тақ па деп сұрады, демек жұп деген сөз. Келесі, М натурал сан төмендегі сандардың ішінен жұп санды анықтаңыз. Яғни М дегеніміз натурал, ол кез келген тақ болуы мүмкін, кез келген жұп болуы мүмкін. Сондықтан аны тақ деп және жұп деп екі жағдайда қарастыратын боламыз мына есептерге қойып. Сол кезде біз жауабына жетеміз. Мысалы, А тең 2 деп айтайық. Сонда ол жұп санда да, тақ санда да қанағаттандыру керек.
Біз аны жұп сан деп есептеп көрейік. А жауабынан бастап есептейік. А деп жазып қояйық. Жақсы. 2-ның 6 дәрежесі ол 64. Қосылған 2-ның 4 дәрежесі ол 16. Қосылған 3 тең. 64-ке 16-ны қосатын болсаңыздар 83. 83. Бізде төмендегі сандардың ішінен жұп санды тап деп айтты. Демек, мынау не болып кетті? Бұл тақ болып кетті. Сондықтан А жауап емес деген сөз. В жауабына кеттік. В жауабы М куб қосылған М қосылған 1, яғни М дегеніміз бізде 2, 2-ның кубы 8, қосылған 2, қосылған 1, 11. Қайтадан тақсан шығып қалды. А бізге жұпты анықтау керек еді, В емес. С жауабына кеттік. 2-ның кубы 8, 8 жердегі 2-іміз 16, қосылған 2-ның квадраты 4, 4 жердегі 3-іміз 12, тең қосындысы 28, яғни не шықты? Жұп сан шықты. Енді біз жаңа сын мұндай жауаптарды 2 рет тексереміз деп айттық қой. А-ның орнына 2 қойғанда және А-ның орнына 3 қойғанда деп тағы бір рет анықтайық. Себебі жұп санды қойып бір тексереміз, тақ санды қойып бір тексереміз. Екеуінде де жұп сан шығатын болса, демек біздің жауабымыз жұп деген сөз. 2-ні қойғанда жұп сан шықты. Енді 3-ті қойып көрейік. 3-тің кубы 27, 27-ні 2-ге көбейтетін болсаңыз, ол 54 болады. Қосылған 3-тің квадраты, яғни 9, 9 жердегі 3-ім 27. Екеуінің қосындысы соңғы жағы, яғни 70, 81 шығады. Тақ болып кетті, көрдіңіздер ме? Демек, С жауабы да емес деген сөз. Себебі мынаны жұптан анықтады, не тақ болып қалды. Екеуінде де жұп болғанда, мұнда жауапта С деп елейтін едік. А, Б, С, енді Д жауабына келдік. Д жауабына қайтадан А-ның орнында 2-ні қойып көре берейік. 2-ні қоятын болсаңыздар 128 азайтылған 16 қосылған 4. Жұп сан мен жұп санның айырмасы жұп сан шығады. Жұп санға жұп санды қосатын болсаңыз, тағы да жұп сан шығады. Болмаса мына жерде қанша болады? 12 болады. 12-ке 4-ті қосатын болсаңыз 16, 116, яғни жұп сан шықты. Енді осыны тақ санды қойып тағы есептейік. 3-тің кубы деген ол енді 3-тің 7 дәрежесі деген ол үлкен сан болып кетеді. Сондықтан тағы да бір тақ санның ең кішісі ол 1-ді қойсақ та болады ғой. Мысалы 1-ді қоятын болсаңыз, 1-дің 7 дәрежесі ол 1 болып қалады. Азайтылған 1-дің 4 дәрежесі ол тағы да 1 болып қалады. Қосылған 4. Енді қараңыз, 1-ден 1-ді алатын болсаңыздар 0, ал 0-ге 4-ті қосаңыздар не шығады? 4 шығады. Мына жақта да жұп, мына жақта да жұп. Демек, біздің жауабымыз Д жауабы деген сөз. Болмаса мына жерге 3-ті қойып та тексере беріңіздер. Ақыры 3-ті бастап едік қой. 3-тің 7 дәрежесі үлкенірек сан шығады. Одан 3-тің 4 дәрежесін азайтасыз, қосасыз 4-ті. Сонда тақ санды алатын болсаңыз, надан тақ сан шығады, надан тақ сан шығады. Тақ сан мен тақ санның айырмасы ол жұп сан. Мысалы 9 бен 3-тің айырмасы 6. Енді жұп санға мынаны қоссаңыз, жұп сан шығады. Демек, мынау жұп сан деген сөз. Соңғы Е жауабын тексеріп шығайық. А тең 2 болғанда 2-ның кубы 8, 8 жердегі 4-іңіз 32, яғни 32-ке қосасыз 3-те 35 шығады. Мына жақтың өзінде ол тақ сан болып кетті, сондықтан Е жауабы емес. Біздің жауабымыз Д жауабы деген сөз.